Сәлем достар, біз сіздермен алдыңғы сабақта үлестірімділік параметрлерінің статистикалық бағаларын қарастырғанбыз. Бүгін сол тақырыпқа есептер шығарайық. Бізге бір облыс мекемелерінің бір жұмысшының жылдық есебімен өткен жылмен салыстырғанда пайыз есебімен өсуі байқалсын. Яғни бізге енді осы деректі пайдалана отырып таңдамалық ортаны, таңдамалық дисперсияны, түзетілген таңдамалық дисперсияны және таңдамалық орташа ауытқу квадраты және түзетілген орташа ауытқу квадратын табуымыз қажет. Берілген кестеміз бізде барлық бір жұмысшының жылдық өсімі пайыз есебімен берілгендіктен біз пайыз түрінде белгілейміз. 80 мен 90 пайыз арасында, 90 мен 100 пайыз арасында және 100 мен 110-ның арасында, 110 мен 120, соңғысы 120 мен 130-дің арасында берілсін. Және осы аралықтағы өсімдерді бізге мекемелер саны берілсін. Ол бізде 80 мен 90-ның арасында 2 мекеме, 90 мен 100-дің арасында 14, 100 мен 110-ның арасында 60, ал 110 мен 120-ның арасында 20, 120 мен 130-ның арасында 4 мекеме. Енді осы аралықтардың орталарын табайық. 80 мен 90-ды қосып, 2-ке бөлетін болсақ, дәл ортасындағы сан 85. Дәл солай қалған аралықтарда 90 мен 100-дің арасында 95, 100 мен 110-ның арасында 105, 110 мен 120-ның арасында 115, ал 120 мен 130-дің арасында 125. Яғни осы аралықтардың барлығын бір санмен алмастырамыз. Енді біз жаңа кесте пайда болады бізде. Кестеміздің түрі орташа есеппен жылдық пайыз 85 пайызды құрайды, 95 пайызды, 105 пайызды және 115, соңғы аралығымыз 125 пайызды құрайды. Ал мекемелер саны өзгермейді. 2, 14, 60, 20 және 4. Бізге енді барлық мекемелер саны табуымыз қажет. Яғни таңдама көлеміміз. N тең 2-ге қосамыз 14-ті, қосамыз 60-ты, қосамыз 20-ны, қосамыз 4-ті. Сонда барлық мекемелер саны 100-ге тең. Енді бізге таңдамалық ортаны табуымыз қажет. Яғни X төбесінде сызықшасы бар. Ол бізде 1 бөлінген n бізде 100-ге тең. Біз есептейміз. 85-ті көбейтеміз 2-ге, қосамыз 95-ті көбейтеміз 14-ге, қосамыз 105-ті көбейтеміз 60-ға, қосамыз 115-ті көбейтеміз 20-ға, қосамыз 125-ті көбейтеміз 4-ге. Сонда жақшаның ішіндегі барлық көбейткіштерді көбейтіп бір-біріне және қосатын болсақ, бізде мынандай мән шығады. Оның мәні 10.600-ге тең. Енді 10.600-ге қысқаратын болсақ, таңдамалық ортамыз 106-ға тең. Таңдамалық ортаны тауып алдық, енді таңдамалық дисперсияны табуымыз қажет. Алдымен бізге x-тің квадратының ортасын есептеуіміз қажет. Оның формуласы бойынша 100-ден 1. Бұл жерде кестедегі 85-тің квадратын квадраттап 2-ге көбейтеміз. Қосылған 95-ті квадраттап 14-ге көбейтеміз. Қосылған 105-ті квадраттап 60-ға көбейтеміз. Қосылған келесі 115-ті квадраттап 20-ға көбейтеміз. Қосылған 125-ті квадраттап 4-ге көбейтеміз. Сонда бізде x-тің квадратының ортасы шығады. Оның мәні 100-ден 1-ді көбейтеміз. Жақшаның ішіндегі барлық берілген сандарды квадраттап 2-ге көбейтіп алып барлығын қосатын болсақ, оның мәні бізде шығады 1.129.300-ге тең. Олай болса қысқартатын болсақ,
11293-ге тең болады. Енді таңдамалық дисперсияны табатын болсақ, ол бізде x квадратынан азайтамыз таңдамалық ортаның квадратын. Сонда 11293-тен азайтамыз 106-ның квадратын. Ол бізде тең болады 11293-тен азайтамыз 106-ның квадраты бізде болады 11236-ға тең болады. Азайтсақ мәні 57-ге тең. Олай болса, енді түзетілген таңдамалық дисперсияны табатын болсақ, оның мәні n-нің мәні 100-ге тең, бөлеміз 100-ден азайтамыз 1-ді, және көбейтеміз таңдамалық дисперсия 57-ні. Мәнін есептесек 99-дан 100-ді, көбейтеміз 57-ге. 99 бен 57 екеуде 3-ке қысқарады, бөлімінде 33, 57-ні 19 тең болады. Бөлімінде 33, алымында 1900-ге тең болады. Енді бізге таңдамалық орташа ауытқуды табатын болсақ, ол бізде, яғни 57 санының түбірасында, квадрат түбірасында 57-ге тең. Ал түзетілген орташа ауытқуды табатын болсақ, ол бізде квадрат түбірасында 1900-ді бөлеміз 33-ке. Түбірден шығаратын болсақ, 10-ның квадраты көбейтілген 19, және бөлімдегі 33-дің квадратын алатын болсақ, оны алымына да көбейтуіміз қажет. Сонда бізде шығады бөлімінде 33, алымында 10, және квадрат түбірасында 19 бен 33-дің көбейтіндісі 627-ге тең. Біз сіздермен қарастырдық үлестірімділік параметрлерінің статистикалық бағаларын. Келесі кездескенше сау болыңдар.